Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үлес туралы түсінік уақытты қалай өлшейді. Сабақтың мақсаты үлесті құру жолын көрсетіп, оларды оқу, жазу және салыстыру. Қара достым жан-жаққа, дайынсың ба сабаққа? Кітап, дәптер, қалам да бәрі орында. Кітап, дәптер, қалам бәрі орында болса, сабағымызды бастайық. Сабағымызды жаңа тақырыпты бастамай, бірінші я жоқ әдісі арқылы өтілген сабақтарға шолу жасайық. Бірінші сұрақ: тік төртбұрыштың ауданы ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. Әрине дұрыс балалар. Бұл тұжырымдама дұрыс. Тік төртбұрыштың периметрі барлық қабырғалардың қосындысы. Дұрыс айтасыздар. Тұжырымдама дұрыс. Үшінші сұрақ: 1 дециметрде 15 сантиметр бар. Әрине, тұжырымдама дұрыс емес. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Санды екі бірдей көбейткіш ретінде алу санның квадраты. Дұрыс балалар. Бұл тұжырымдама дұрыс. Көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіннің мәні өзгереді. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл тұжырымдама дұрыс емес. Себебі көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Соңғы сұрақ: әріпті өрнек тек сандардан құралады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Әріпті өрнек тек сандардан емес, ол тағы да әріптерден де құралады. Әріптермен сандардан құралады. Адамдарға бүтінді жиі үлестерге бөлуге тура келеді. Ал апельсин атты атақты мультфильм естеріңізде ме? Мультфильм кейіпкерлері апельсинді қалай бөлгендерін көрейік. Мұқият көріңіздер, сосын мен сіздерге сұрақ қоямын. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Много нас, а он один. Это долька для ежа. Это долька для чижа. Это долька для утят. Это долька для котят. Это долька для бобра. А для волка кожура. Он сердит на нас, беда, разбегайтесь-то куда. Ал енді балалар, мұндай сұрақтарға жауап беріңіздерші. Кім мұқият болды? Апельсинде неше бөлік бар? Дұрыс, апельсинде 5 бөлік бар. Әрқайсысы қанша бөліктен алды? Әрине, әрқайсысы 1 бөліктен алды. Қалай ойлайсыздар? Апельсин бірдей бөліктерге бөлінді ме? Бірдей 5 бөлікке бөлінді. Бұл бірдей бөліктерді басқаша қалай атауға болады? Дұрыс айтасыңдар. Бөліктерді үлес деп атауға болады. Мынандай тұжырымдамамен танысыңыздар. Есте сақтаңыздар. Егер бір нәрсені бірдей бөліктерге бөлсек, бұл бөліктер математикада үлес деп аталады. Үлесті екі натурал санды бөлу сияқты жазады. Егер бүтінді екі үлеске бөлсе, онда бір үлесті былай жазуға болады.
2-ден 1 бөлігі. Төмендегі кестеге назар аударыңыздар. Алма тең 2 үлеске бөлінді. Бұл алманың жартысы немесе 2-ден 1 бөлігі. Алма тең 4 үлеске бөлінді. Бұл алманың ширегі немесе 4-тен 1 бөлігі. Мандарин тең 8 үлеске бөлінді. Бұл мандариннің 8-ден 1 бөлігі. Жақсы балалар. Ағайынды Серік пен Берік деген балаларға 8 алма берілді. 2 ағайындыға тең бөлсек, қанша алмадан болады? Иә, дұрыс. Әр ағайынды балаға 4 алмадан беріледі. Ал 1 алманы 2 ағайындыға бөлуге бола ма? Иә, болады. Әр ағайынды балаға жарты алмадан болады. Жарты бұл бүтін саны бөлігі. Адамдарға жиі бүтінді бөліктерге немесе үлестерге бөлуге тура келеді. Ең белгілі үлес ол әрине жарты. Жарты деген сөзді қайдан естуге болады? Жарты деген сөзді күнде естиміз. Жарты сағат дейміз, жарты килограмм дейміз дүкенге барғанда, жарты нан дейміз үйде. Оқулықтағы 4-ші бетте 1-ші тапсырмаға назар аударайық. Сағаттың макеттерін көрейік. Циферблаттар неше бөлікке бөлінген? Сағаттың әрбір цифрлы беті бірдей қанша бөлікке бөлінгенін қараңдар. Әр бөлікте қанша минут бар екенін есепте. Бір сағатта 60 минут бар. 1-ші циферблатта сағат 2 бөлікке бөлінген циферблат. 60 минуттың 1 бөлігі 30 минутқа тең болады. 2-ші циферблат 4 бөлікке бөлінген. Яғни әр бөлігі 15 минуттан болады. 3-ші сағат, 3-ші циферблат 3 бөлікке бөлінген. Яғни әр бөлігінде 20 минуттен болады. 4-ші сағат 6 бөлікке бөлінген. Әр бөлігі 10 минуттан болады. Жақсы балалар, бұл тапсырманы жақсы орындадыңдар. Енді оқулықтағы 2-ші тапсырмаға назар аударайық. Әлияға уақытты әртүрлі айтуға көмектес. Пікірлерді толықтыр. А нұсқа 6 сағат 15 минут немесе 6-дан 15 минут кетті. Жақсы. Ә нұсқа 5,5 немесе 5-тен 30 минут кетті. Жақсы. Б нұсқа 3 сағат 45 минут немесе 4-ке 15 минут қалды. Өте жақсы. Тапсырманы да жақсы орындадыңыздар. Келесі тапсырма. Суретке қараңыздар. Фигуралардың А нұсқада қандай бөлігі боялған? В нұсқада жолақтың дөңгелектің қандай бөлігі боялған жоқ? Осы 2 нұсқаға дұрыс жауап берсеңдер, әрқайсысына 1-1 баллдан аласыздар. Орындаймыз. Тексерейік. А нұсқа 4-тен 1 бөлігі боялған, 3-тен 1 бөлігі боялған, 9-дан 1 бөлігі боялған, 8-ден 1 бөлігі боялған. Жарайсыздар. В нұсқада жолақтың 3-тен 1 бөлігі боялмаған, дөңгелектің 4-тен 1 бөлігі боялмаған. Жарайсыздар. Жауаптарыңыз дұрыс болса, 1-1 балға ие болдыңыздар. Келесі тапсырма. Әрқайсымыз орындаймыз. Бұл жерде де боялған бөліктерді айтуымыз керек. А нұсқаға дұрыс жауабына 2 балл аласыздар. Б нұсқаға дұрыс жауабына 2 балл аласыздар. Орындаймыз. Жауаптарымызды тексерейік.
4-тен 1 бөлігі боялған, 2-ден 1 бөлігі боялған, 4-тен 1 бөлігі боялған, 8-ден 1 бөлігі боялған, 16-дан 1 бөлігі боялған. Өте жақсы. Жауаптарыңыз дұрыс болса, сіздер 4 балға ие болдыңыздар. Енді бүгінгі сабақты бекіту үшін мен сіздерге мынандай есеп орындауға беремін. А нұсқа. Жәшікте алманың ширегі 4 килограмм тартады. Толық жәшікте қанша килограмм алма бар? Бұл есепке дұрыс жауап тапсаңыздар, 2 балға ие боласыздар. Қарбыздың жартысының массасы 4 килограмм тартады. Тұтас қарбыздың массасы нешеге тең? Бұл есепті дұрыс есептесеңіздер, 2 балға ие боласыздар. А нұсқа. Жәшікте алманың ширегі 4 килограмм тартады. Алманың ширегі бұл 4-тен 1 бөлігі. Яғни 4-тен 1 бөлігі 4 килограмм болса, толық жәшікте 16 килограмм алма болады. Бәрекелді балалар. Жауаптарыңыз дұрыс. Қарбыздың жартысының массасы 4 килограмм. Қарбыздың жартысы ол 2-ден 1 бөлігі. 2-ден 1 бөлігі 4 килограмм болса, тұтас қарбыздың массасы 8 килограммға тең болады. Жарайсыңдар балалар. Дұрыс жауап берсеңіздер, бұл нұсқаға да 2 балл аласыздар. Жақсы балалар. Бүгінгі сабақтағы тапсырманы дұрыс орындасаңыздар, сіздер 10 балға ие боласыздар. Бүгінгі сабақта біз үлесті құру жолын көріп, оларды оқу, жазу және салыстыруды үйрендік. Жарайсыздар. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.